Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз демалыс үшін емес, пайдалы және дәмді нәрсенің дәмін тату үшін тропикке саяхатқа шығамыз. Сергітетін және пайдалы сусын гибискус шайы әлемін зерттей отырып, дайын болыңыз. Ашық қызыл, қышқыл, бірақ сәл тәтті сусынды елестетіп көріңіз. Міне, бұл гибискус шайы. Әдемі гибискус гүлінен жасалған бұл сусын тек көзді қуантып қана қоймайды. Сонымен қатар, денсаулыққа пайдалы қасиеттерге ие. Ендеше, гибискус шайын пайдалы сусындар әлеміндегі жұлдызға айналдыратын нәрсені анықтайық. Қызықты саяхатқа дайын болыңыз. Гибискус шайы өзінің саяхатын гүл ретінде бастайды. Бірақ кез келген гүл емес. Біз тропикалық аймақтарда өсетін гибискус түрі розель өсімдігі туралы айтып отырмыз. Бұл өсімдіктер керемет, керней тәрізді гүлдерімен мақтана алады. Бірақ біз мұнда гүл шоқтарына қызығушылық танытпаймыз. Біздің дәмді сусынымыздың кілті бүршікті қорғайтын гүл тостағаншасында. Бұл тостағаншалар жиналып, кептіріледі және ыстық суға салынады. Нәтижесінде дәмі мен денсаулыққа пайдасы мол лағыл қызыл тұнба. Өте оңай, солай ма? Табиғат шынымен де қамтамасыз етеді. Енді, гибискус шайы сіздің ас үйіңізде неге орын алуға лайық екендігі туралы әңгімелесейік. Біріншіден, сіздің жүрегіңіз. Зерттеулер гибискус шайының жүрек қан тамырлары жүйесіне дос бола алатынын көрсетеді. Бұл жүрек ауруының негізгі қауіп факторы болып табылатын қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Ол мұны қалай жасайды? Сикір гибискустың табиғи диуретик ретінде әрекет ету қабілетінде. Бұл оның денеңізге артық натрий мен судан арылуға көмектесетінін, жүрегіңізге түсетін жүктемені жеңілдететінін білдіреді. Сондықтан, егер сіз жүрек денсаулығыңызды қолдаудың табиғи жолын іздесеңіз, бір немесе екі кесе гибискус шайы дәрігер тағайындаған дәрі болуы мүмкін. Әрине, жеке кеңес алу үшін әрқашан медицина қызметкерімен кеңесіңіз. Төртінші бөлім. С витамині мен суық тиюмен күрес. Өзіңізді ауырып тұрғандай сезінесіз бе? Гибискус шайы көмекке келеді. Бұл керемет сусын, күшті антиоксидант болып табылатын С витаминінің жақсы көзі. Антиоксиданттар денеңіз үшін супергеройлар сияқты. Олар жасушаларды зақымдап, иммундық жүйені әлсірететін бос радикалдар деп аталатын зиянды молекулалармен күреседі. Гибискус шайымен С витаминінің тұтынылуын арттыру арқылы сіз денеңізге сол жағымсыз суық тию мен инфекциялардан қосымша қорғаныс қабатын бересіз. Күшті болыңыз, достар. Бесінші бөлім. Тек әдемі сусын емес, денсаулыққа арналған басқа да пайдасы. Бірақ бұл бәрі емес. Гибискус шайының пайдасы жүрек денсаулығы мен иммундық жүйені қолдаудан тыс. Бұл денсаулыққа арналған сусындардың швейцариялық пышағы сияқты. Мысалы, гибискус шайы холестерин деңгейін төмендетуге көмектесіп, артериялардың сау болуына ықпал етуі мүмкін. Ол сондай-ақ жұмсақыш жүргізетін әсерінің арқасында ас қорытуға көмектеседі. Кейбір зерттеулер тіпті гибискус шайының қатерлі ісікке қарсы қасиеттері болуы мүмкін деп болжайды. Алайда бұл салада қосымша зерттеулер қажет. Осыған қарамастан, бұл керемет сусынның әлеуетін көру қызықты. Алтыншы бөлім. Гибискус туралы қызықты деректер. Енді кейбір қызықты деректерді айтайық. Гибискустың Малайзияның ұлттық гүлі екенін білдіңіз бе? Ол батылдық пен өмірді бейнелейді. Сізге өте пайдалы сусын үшін қандай жақсы? Кейбір мәдениеттерде гибискус шайы үйлену тойларында және басқа да мерекелерде ішіледі. Оның жарқын түсі кез келген оқиғаға мерекелік көрініс береді. Міне, бонус ретінде тағы бір факт: сіз гибискус шайын ыстық немесе суық күйінде ішуге болады. Дәмін одан әрі арттыру үшін аздап бал немесе лимон қосыңыз. Жетінші бөлім. Гибискусқа тост. Оны неге сынап көру керек? Таңдауға толы әлемде гибискус шайы дәмді және пайдалы нұсқа ретінде ерекшеленеді. Жүрегіңізді қолдаудан бастап, иммундық жүйені нығайтуға дейін бұл жарқын сусын көптеген артықшылықтар ұсынады. Сондықтан, келесі жолы шөлдеген кезде тәтті сусындарды өткізіп жіберіп, бір кесе гибискус шайын ішіңіз. Денеңіз сізге рахмет айтады. Есіңізде болсын, достар, ғарыш ғажайыптарға толы. Ал кейде бұл ғажайыптар қарапайым, дәмді бір кесе шай түрінде келеді. Зерттеуді жалғастырыңыз.